Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге осындай әдемі, өрнегі ерекше, бидайға ұқсайтын өрнекті буф жастығымызды тігіп үйренетін боламыз. Ал енді сабағымызды бастайық. Ең алдымен біз схемамен жұмыс жасап үйренетін боламыз. Ал енді біздің жастығымыздың схемасына келетін болсақ, біздің жастығымыздың схемасы жалпы осылай болады. Матаның ұзындығы 190, ал ені 74 сантиметр болу керек. 74 емес, даже 76 етсеңіз де болады, өйткені бізде сызған схемамыздың жиегі 15 сантиметр болу керек. Ал енді схема салынатын торкөздердің саны бізде 10 дана болады. Ал торкөзіміздің өлшемі, мына торкөзіміздің өлшемі 2-ге 2, яғни 2 сантиметрге 2 сантиметр болады. Ал біздегі ортасы 8 немесе 7 сантиметр болу керек. Өйткені біздің өрнегіміз тігілуі ауыр және үлкен көрінгендіктен, көбінесе бізде өрнекке емес, жекке ауып, ортасында неге назар ауып кетуі мүмкін. Сондықтан біз өрнегін нақты әдемі етіп көрсету үшін тура осындай етіп схеманы алдық. Ал енді мынау не деп жатқансыздар, не деп ойлап жатқансыздар, бұл сыз тастаған затым, бұл стартап сызық болады. Бұл бізде айтқандағыдай жарты сантиметр немесе 1 сантиметр болады. Өздеріңіз білесіздер, схема біткен кезде тура осындай 0,5 сантиметр немесе 1 сантиметр қалу керек по теории. Сондықтан бізде басында тура осылай етіп қалдырып кететін боламыз. Ал енді біздің схемамыздың басталуы көріп тұрсыздар. Сол жақтан басталып тұр, ал схеманың біткені оң жақтан бітіп тұр сызықтар, иә. Именно тура солай біту керек. Яғни матаны до конца бітіп 190 сантиметр до конца осылай клеткасы схеманы орналасқан кезде тура осындай болу керек. Кейбіреулерде былай кетіп қалуы мүмкін. Ондай жағдайда сіздер бір қабаттан кесіп алып тастауларыңыз керек. Себебі тіккен кезде сіздердің схемаларыңыз үйлеспей, бір-біріне бірікпей, дұрыс бірікпей қалуы мүмкін. Ал егер сіздің схемаларыңыз тура осындай дұрыс шығатын болса, сіздің өрнегіңіз де қосылған жері де басқаша әп-әдемі болып шығатын болады. Оған мысал алатын болсақ, мінекей осы схеманың дұрыс қосылуына мысал алатын болсақ, бізде мысалға біз осы жастықты тігіп жатырмыз ғой, дұрыс па? Осы жастықты тігіп жатқан кезде бізде осындай бір сұрақ болады. Егер сіздің схемаңыз дұрыс қосылса, мысалға мынау біздің екі матаның қосылған жері көріп тұрғандарыңыздай. Вот, қосылған кезде сіздерде тура осындай әдемі өрнек шығу керек. Яғни білінбей қалады, тек мына жеріне білінбесе қалай қосылғаны. Сондықтан сіздерде де тура солай болу керек. Міне мысалға біздің қосылған жеріміз осылай жиылған кезде өзін өзі арқасын жауып кетті. Яғни сіздерге түсінікті болады деген ойдамын. Егер схеманы жақсы сызып дұрыс қоса білсеңіздер, сіздерде де тура осындай әдемі сүп-сүйкімді әдемі өрнек бар жастық шығады. Ал енді схема салатын матамызды дайындайтын болсақ, бізде кәдімгі ортасына тура осындай мата алдым. Ал жанына тура осындай көк матаны қолданамын. Яғни мен қазір молочный мен көк матаны қолданамын. Ал енді оң бетімен беттестіріп, осы жиегімен кәдімгі буф жастығын тіккендей етіп, матасын қосып алуымыз керек. Ал бергі бетіне тағы да мінекей тігілді енді. Тура осылай етіп, 3 матаны бір-біріне қосып тігіп алуымыз керек. Ары қарай мен үйреткендей схеманы басынан аяғына шейін зырылдатып салып шығуымыз керек. Одан кейін асықпай тігуді үйренетін боламыз. Ал мінекей тура осылай етіп, схемамызды суретте көрсетілгенде екі бетіне де бірдей етіп салып шығуымыз керек.
басын қалай қосқанда қалай дұрыс қосу керек екенін үйретіп кетейін. Мінекей біздің жастығымыздың басы қосылған. Менде мына жерінде қайтарылмаса да, бірақ ақыр лентам осы жерінде қайтарылған енді. Сонда не болып қалды? Так, енді бізде біт басталған кезде тура осылай басталды. Асты, үсті, то есть былайынан керісінше тура осылай басталған. Көргендеріңіздей, бұл екі мата қосылған кезде мен стартап сызық арқылы сызық қосып алғам. Мінекей осындай артық маталар да қалды. Яғни текст деп алу үшін сызылған сызықпен сызғанда. Ал енді екеуін қосқан кезде қалай шығады? Сіздерге көрініп тұрған жоқ-ау деймін. Былай кішкене дұрыс көрсетейін. Міне мысалға бастаған кезде біз сызып бастаған кезде тура осылай етіп бастаған едік, ал аяқтаған кезде тура осылай етіп кішкентай бір сызық қалып кеткен еді. Яғни көріп тұрғандарыңыздай, екеуі қосылған кезде тура осындай ұзын сызықтың мінекей біреуі шықты. Демек, біздің буф жастығымыздың қосылуы, яғни екі басының қосылуы дұрыс шықты деген сөз. Бұл екі бастың дұрыс қосылуы неге керек? Егер де сіздердің схемаларыңыз дұрыс сызылып, дұрыс аяқталып, дұрыс басталып, немесе екі басы дұрыс қосылса, мысалға алатын болсақ, мына жастықты көріп тұрған болсаңыздар, осы жастықта екі мата қосылған. Міне, тура сол екі матаны қосылған кезде, менде тура солай схеманы бір-біріне тура осылай үйлестіріп қосқан кезде, даже бір-біріне уланып кетті. Яғни тура осындай мінсіз болып шығады. Бұның схемасы басқа, бірақ сонда да реттілігімен орындалған соң тура осындай әдемі болып шықты. Сіздерде де қосқан кезде тура осындай болып шығу керек. Ал мінекей схеманың дұрыс қосылуына келетін болсақ, мысалға біз бірнені тігіп біттік, яғни до конца сүйретін салып біткен соң, бізде енді матаны тура осылай етіп қосамыз, дұрыс па? Матаны тура осылай етіп қосқан кезде бізде қалай қосылу керек? Видеода түсінбей қалған болсаңыздар, тағы түсіндірейін сүйретінмен көрсетіп. Мәне бізде мына басы, бізде былайынан аяқталу керек. Немесе тура осылай аяқталу керек. Бұны көріп тұрғандарыңыздай, мына бетіне қарама-қарсы болу керек. Мына жағында если былайынан тұратын болса, ол болмай қалады, бұл былай тұру керек. И поэтому бұл бізге керек емес. Сондықтан бізге тура осындай тұру керек. Мына шеті де тура солай аяқталу керек. Яғни бір-біріне қарама-қарсы, яғни бір-бірін іліп алып кететіндей болу керек. Мына бізде қызыл сызық екі матаның тура осылай былайынан бір қосылған шеті деп айтсам болады. Яғни осы матаны былайынан ашқан кезде, матаны тура осылай етіп бір-бірінен тігетін кезде өстіп жаямыз ғой, сол тігетін кезде жайған кезде бізде тура осындай болып схема бір-біріне ілініп тұру керек. Және біткен кезде, мысалға мына матаны не десек болады енді, бұл матаны енді бір жабатын бірдеңе табылмай қалған айтамын да. Бұл матаны мысалға былайынан жауып қойсақ, біткен кезде бізде мынандай ұзын болып бітпейді никогда. Бізде всегда бір сызық болып бітеді. Өйткені оның жартысы мына бетте. Яғни мына сызықта былайынан бітсе, міне тура осылайынан бітсе, оның екінші жартысы осы бетте болу керек. Сондықтан схема сызған кезде жақсылап қарауларыңыз жөн. Ал енді барлығы дайын болса, схемамызды тігіп бастаймыз. Бізде бастаған кезде қазір мен мына бетін ақ қағазбен жауып қоя салайын. Сонда бізде тура осындай не шығады? Басталуы осындай басталу керек. Бізде мен ортасынан бастап жатырмын, өйткені кішкене шетін тігіп қойдым. Түсінікті болсын деп. Ал енді мынау тұрған бастаған кезде мынау тұрған сызыққа тиіспейміз. Яғни ол біздің бірінші бастаған кездегі ол, яғни айттым ғой, бұдан алдыңғы тура осындай астында осындай схема тұрады, соған қосылып кету керек, тура осылар секілді матаның бергі бетіндегі. Сондықтан бұған тиіспестен тура осылай бастап кете береміз.
Сіздер мына жақтан бастасаңыздар болады, мына жақтан қай жақ ыңғайлы, сол жақтан бастағандарыңыз жөн. Бірақ маған мына жақ ыңғайлы болған соң, осы жақтан бастаймын. Мінекей төбеден бір рет өткізіп алып, кейін апарып көрсетіп тұрған бұрышына қосамыз. Тура осылай етіп қосып, байлап қойсаңыздар да болады, тігіп қойсаңыздар да болады. Маған тез-тез бітіру керек, сондықтан жібімді қалың етіп алып, байлап қойып жатырмын. Ал енді келесі бізде мынау. Енді осымен көрсетіп тұрған нүктемізді тігеміз, қосамыз. Тағы бір рет байлап қоямыз. Сіздер, кешіріңіздер, сіздер осыны тіккен кезде өздеріңізге енді қалай ыңғайлы солай тігесіздер. Негізі бұны тігуден алдын осы жерін бір рет неме өткізіп алып, кейін барып тігу керек. Ал бізге тез-тез түсіндіру үшін сондай етіп жатырмын. Ал мінекей мен тура осылай етіп тіктім. Ендігі кезек бізде үлкен тура осындай нелерімізге келді. Енді бұл схеманы қалай тігу керек? Айтқандағыдай бір схемамызды қалдырып кетеміз. Осындай кішкентай схема болса, міне, көріп тұрған болсаңыздар, осындай схема болса қалдырып кетеміз, бұған тиіспейміз. Ал енді мына жеріне оның турайында жатқан тура осындай бір ненің астын алып, содан кейін оның ұшы қай нені көрсетіп тұр, қай басын, соған апарып, өткізіп, тартып, кішкене, кейін неге тура осылай етіп тігеміз. Ал енді одан кейінгі бізде мінекей өзі көрсетіп тұр. Осы нені енді осы сызық бойынша тігеміз. Бір рет алып, турайында жатқан апарып, дайын. Ендігі кезек бізге қарама-қарсы тұрған торкөз.
тура осылай етіп тұрады. Сөйтіп тігіліп жатқан кезде бізде осындай ортасы ашылып қалу керек. Көрініп тұрған болса, сіздерге осындай ортасы ашылып қалу керек. Ал егер ортасы ашылып жатса, сіздерде тура осындай болып, сіз дұрыс тігіп жатсыз деген сөз. Ал енді келесі стрелкамызды бастайық. Мінеке кішкене тіктік, енді нағатары ғана қалды. Яғни кәдімгі кішкентай қатар. Бұл енді өте оңай, бәңгәлдегі секілді қосып тігіп кете саламыз. Ал мінеке енді аударамын. Аударған кезде мені көріп тұрғандарыңыздай бізге керекті деген осындай әдемі бидайға ұқсап қалған осындай өрнек шықты. Бұл енді бізде осындай шығып тұр, ал егер до конца тіксек, бұдан да әдемі болады. Ал мінеке құрметті көрермендер, мен өзім айтқандай схемасын сызып және сол арқылы тігіп, екеуінің екі жастықтың басын әдемілеп қосып, тура осылай етіп айналдыра тігіп шықтым. Енді біз жастығымыздың басын буып, ішіне синтепон салып, түймесін қадау ғана қалды.
Мінекей құрметті көрермендер, біздің жастығымыз осымен дайын. Сабақ ұнаған болса лайк басып, бізге подписка жасауды ұмытпаңыз, өйткені алда тағы бұдан да әдемі жастықтардың мастер-классы шығатын болады.